Сәлем достар. Аэропортқа келіп қалдық. Түнгі сағат 2. Бізде сағат 5:30-да ұшады ұшақ. Соған 3 сағат бұрын келдік. Регистрациядан өту үшін қыздарымыз бәрі жиналып жатырмыз. Чемоданым қалай достар деп қойында, чемоданымды менің қайнапкем подарить етті. Ал Айша Биба деген қыздың 40-нан шығарғанда барған едім. 40-нан шығарып, шашын алып, тырнағын алып. Сол кезде еш нәрсе бере алмадым. Сол кездегі сыйлығым деп менің әпкем осындай чемодан подарить етті. Рахмет әпке, көріп отырсаңыз блогты. Бірінші этаждан екінші этажға көтерілдік. Жүрмін чемоданымды сүйретіп. Мына жерде қазір багажымызды орайын деп жатырмыз. 2500 теңге орап береді екен осылай. Міне аэропорттың іші. Умраға бара жатқан кісілер. Былай қарай өткіздік. Шықты чемодан. Очередьте тұрмыз. Мына кісілер де қыздарым деп, қыздарымды уайымдап, бір жылап алып, мұрным қызарып әлі тұр. Адам көп мына жерде. Әлі тұрмыз ол. Эконом класс. Мына жерде бизнес класс. Салмағын өлшеп жатырмыз. Салмағы міне 12 кило шықты. Посадочный билетімізді алдық. 16В деген орында отырамын. Терезенің қасында бір адам отырады, соның қасында отырамын. Қазір мына жерден айналып төлқұжатымызды бақылау дейді. Паспортный контрольға кіріп жатырмыз. Мына жердің бәрін айналады екенбіз. Ұзағынан айналады екенбіз. Не, паспортный контрольден шығып, мына жаққа келдік. Мына жақта киімімізді бәрін шешіп, қол рюкзактарымызды тексертіп алдық. Енді былай қарай өттік. Мына жақта уже посадка, ұшаққа отыру. Мына жақта ұшақ. Күшті. Біздің самолет емес, бірақ бұл басқа. Іште отырмыз, 5-ге дейін. Күтіп отырмыз өзіміздің посадкамыздың қашан болатынын. 5-те деген әлі жарты сағат бар. Мінекей самолетіміз. Күшті. Біздің самолетіміз тұр, Turkish жазылып тұр. Эконом класс, значит, бизнес класс деп. Осылай кетіп бара жатырмыз. Красиво, что там говорила через этот экран на посадке. Вау, құрпаласы менің ойымда. Менің орным. Міне менің орным. Келдім. Осы жерге отырам. Терезенің жаны емес, конечно. Бірақ бер жағы. Отырдық барлығымыз. Столик қойдым. Мындай наушникім бар екен. Жүріп жатырмыз. Заттар берді. Turkish Airlines эконом класста осындай бір 4-5 зат береді екен. Ішінен мынандай көзге тағатын және де нәски шықты мынандай сападағы.
бірақ мына самолеттің іші суық. Мен содан жаурағаннан шай алдым. Шекер мынаның ішінде, міне салфетка, шекер, ал не су. А потом десерт, да? Дан көреміз. Сыр. Мынау кішкене йогурт сияқты екен дәмі. Что? А мынаны онша жей алмадым жында. Қамыр ма? Ірімшік қосылған қамыр сияқты ма? В общем, мына жерде мынаны дұрыстап жей алмадым. Өтпеді. Мынау йогурт сияқты дәмі жеп қойдық. Мына сырды жеп жатырмын. Ең өтіп жатқан мынау май болып тұр ғой. Нан мен майымыз өтіп жатыр ғой. Нан мен майымыз күшті болып жатыр. Дәмі енді күшті, багетті. И чай. Бізде сағат Қазақстанның уақытымен сағат таңғы 10-нан 10 кетті. Біз 5:30-да мінгенбіз Қазақстаннан. Сонда қанша сағат өткен? 5 сағат асып кетті, примерно 1 сағаттан кейін ұйықтаған шығармыз. Бізге осындай завтрак па беріп жатыр, мынандай сокты өзіңіз таңдап аласыз. Апа чай Осындай бургер. Уже келдік. Алла қаласа қазір уже барлығын тексеріп жатыр. Барлықтарымыз белдігімізді тағып, сумканы оказывается астына ары жаққа тығып қояды екен. Мен алдымда тұрған еді. Rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları... Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport. Самолеттен шығып, мінекей аэропортта көтеріліп жатырмыз. Мінекей біз келген самолет. Қараңыздар, төбесін қараңыздар. Күшті, я? Стамбулдың аэропорты. Қош келдік. Ерекше. Ұзақ, ұзын, үлкен екен. Стамбулдың аэропорты. Күштіге қарасыздар, күшті көрінеді. Әлі жүріп келе жатырмыз. Мына жерден өтеміз қазір. Осындай түзу эскалатор арқылы багажымызға келе жатырмыз. Багажымызды алып алайық. Мына жердің барлығы багаж алатын жерлер екен. 20, 18А деп тұр. Біз 17-ден алуымыз керек. Мінекей 17-ші пунктқа келдік. Багажымыз күттіміз. Кетіп бара жатыр багаж. Мына біреу келетқан мен сияқты ойлым. Оранжевый оралған сырты. Мынау деп мен сыртына Алтынай деп жазып қойғам еші. О, жоқ олмайды сіздікі. Именно сіздікі десе. Осылайық. Оқты, осылай күшті. Мына менікі. Міне Алтынай деп подпись қойып қойғам ойша. Міне багажымызды алып алып, жаңа самолетте берген суын салып алған ғой, соны ішіп отырмын. Шу деп. Мінекей $100. Әр қызға $33. 3 қыз бірігіп $99 берген жатырмыз. $1 ұзайчы берді. Міне старостымызға жинап беріп жатырмыз. Аэропорттан шықтық. Енді трансфер автобусымызға бара жатырмыз. Міне мынанша қыз. Мына жақта еще бар. 50-ден асамыз, 60-ға жетеміз. Bu tarafa gel. Келді мына трансферіміз.
Сенің ғана сөзіңді аңсап өтті айла жолдар, менің ғана жанарымда жасырынған мұң бар. Айтшы жаным, сені мендей түсінетін кім бар? Білмейсің сен, саған әлі ашылмаған сыр бар. Ашты мені келешек ақ арманым, о мейлі кешкесін. Біреу сезім білдіріп жүр маған жаным, сен не істерсің? Босқа тек айға да теңейсің, айтшы сен не дейсің? Оттай жанған көзіңмен қара, жоқ сезімін сөнбесін, басқаға көнбесін, бақытым өзіңмен ғана. Тек айға да теңейсің, айтшы сен не дейсің? Оттай жанған көзіңмен қара, жоқ сезімін сөнбесін, басқаға көнбесін, бақытым өзіңмен ғана. Біз міне жаңа ғана осындай қонақ үйге орналастық. Қазір кішкене заттарымызды жинастырып, енді сыртқа продукт алуға шығып бара жатырмыз. Келгеннен кейін бұйыртса рум-тур түсіремін, достар. Мінекей осындай біздің отель. Осы отельде 12 күн боламыз бұйыртса. Мысықтар. Міне мысықтар. Ана жерде тағы бір мысық. Вау, мыналардың жүрсің. Неше түрлі. Ауа райы біздің Алматының ауа райына ұқсайды. Қапырық, самалы. Жаңбыр жауғысы кеп тұрған сияқты. Жылы болып тұр. Жаңбыр жауатын сияқты болып тұр. Міне метролары осындай екен. Бұйыртса метроға мінеміз. Метроға міну үшін бірақ бізге Стамбул картқа ақша салу керек. Міне Стамбул картамызбен толтырып жатырмыз. 200 осылай толтырады екенбіз. Мынандай бір карточка 70 лира тұрады Стамбул карте. Потом үстіне пополнять етіп. Метромен, осындай карточкамен, метромен, пароммен, автобуспен төлеп жүре бересіздер. Қазақстанда оңай карточкасы сияқты Алматыда. Ішінде Стамбул картта 18 лира екен бір жүру. 18 лира. Мен қазір ішіне 200 лира салып қойдым, тағы да ертеңде тағы салармыз. Стамбулдың метросының іші. Ама, қараңыздар. Үйді қалай сала берген. Осындай көшемен келе жатырмыз паркке. Тар екен көшелер, тротуар деген кішкентай ақ симай келе жатырмыз. Көшелері Стамбулдың. Неше түрлі таксилер. Автобустары, машиналары. Қаншама километр жаяу жүріп келе жатырмыз. 3,5 километрдей болды қазір. Мына жолдың ары бетіне өтіп, теңізді көру үшін. Бізге жақын парк осы екен, келе жатырмыз. Жасыл жандау. Машиналар. Жеттік-ау, 3,5 километрдай астам, осынша жүріп. Қараңыздар, теңізге жағасына келдік. Қазір әдемілеп көрсететін боламыз сіздерге. Осындай парк екен, қазір сіздерге теңізді көрсететін боламын. Күшті ма? Қараңыздар, мына жерде 3 бөлікке бөлініп тұрған, олар аралдар екен. Аралға бұйыртса ертең сабақтан кейін барамыз деген ойдамыз. Қараңыздар, қандай әдемі, сулар күшті көрініп тұр. Мына жерде қараңыздар. Аяқтан ғана аласың ғой. Қайықпен 2 адам жүзіп келе жатыр, Мына жерден мына тасқа мініп алдық қазір. Осы тастарға мініп алдық. Мама! Қорқынышты, бірақ шын таптары қозғалып кететін сияқты. Суды қараңыздар. Дауыс қалай күшті шығып тұр, жақта кетіп бара жатыр.
салқын күшті екен. Достар, қараңыздаршы қандай күшті. Мен қазір штативті ұстап алып түсіріп тұрмын. Өте әдемі. Киноларда, түріктердің киноларында көруші едік қой. Сырласып отыратын кездер. Күшті жер сол жерде. Қараңыздаршы, не мынау кеме ма? Кетіп бара жатыр. Кеме дей ма, қайық дей ма? Парон. Қараңыздар, мыналар медузалар екен. Аппақ тұр ғой. Жақындап көрсетемін, қараңыздар. Медузалар екен. Күшті. Ұшып бара жатыр. Там тарарата тарам тарарата там тарарата тарам тарарата Сенің ғана сөзіңді аңсап өтті айлы жылдар Менің ғана жанарымда жасырынған мұң бар Айтшы жаным сені мен Біз мына жерге Копе Брейк 19 сайынс деген жерге келдік. Қараңыздар, осылай деп. Біз қазір тосқа заказ бере салдық, потому что ыстық тағамдар бұл жерде жоқ екен. Бұйыртса ыстық тағамды ертең жейтін боламыз. Қазір соны жеп алып, магазиннен кішкене продукт алып, Менде осындай тост заказ берсек болады. Колбаса бар, мына зәйтүн қара. Зәйтүн дәм ма? Осы 68 лира болды. Carrefour деген мини магазинге келдік. Керекті заттар алайық деп кірдік. Жаңа альбинизм бағасы 8 лира деп тұр. 8 лираны 14 көйлетсеңізде 112 теңге. Қазақстанда осы альбини 112 теңге еді. 150 шығар, я? Примерно сондай. Бері.